Доминик Уайт. Жекпе-жекті жалғастырғысы келмейтіндігінде байқатқан сияқты. Мінекей, кіммен қарсы шыққанын үшінші рет нокдаун алып отыр осы жекпе-жек барысында. Ал осы екінші раудта екінші рет есінен танды. Мінекей еңбектеп барып қайтадан есін жия алмады дегенде Геннадий Головкин 35-ші жеңісін нокаутпен аяқтады. Рахмет көрермендер, сіздер біздермен болғандарыңыз үшін. Мінекей Геннадий нағыз ер жігіт, нағыз қазақ. Көрсетілімнің бас демеушісі Технодом компаниясы. Технодом бәрде сіздер үшін бокс трансляциясының титулды демеушісі. Jaguar брендінің Астанадағы Terra Motors және Алматыдағы Caspian Motors ресми өкілдері екенін айта кетейік. Геннадий Головкинді кәсіпқой бокстағы 35-ші жеңісімен құттықтаймыз. Ал Доминик Уайт оған ешқандай да қауқар көрсете алмады. Бар болғаны екінші раудта аяқталады деп ешкімде болжамаған шығар. Әрине болжағандар да бар шығар. Бірақ Геннадий үшін барлығы да сәтті өтті. Ешқандай қауіп қатер төнген жоқ қарсылас тарапынан. Бұл Геннадий Головкиннің 2016 жылдағы алғашқы жеңісі өте сәтті басталды. Енді алдағы жекпе-жектерде де осы қарқыннан таймайды деп сенеміз. Бұл жолы да Доминик Уайтті де осы екінші раундта тізе бүктірді. Доминик Уайт әрине шыққан үшін де оған алғыс білдіреміз. Геннадий Головкиннің соққыларының соншалықты қуатты болатынын сезбегенде секілді. Жекпе-жек алдында мінекей енді біліп жүретін болады. Оны кеуде соққан талай мықтылар да мойындаған болатын. Тіпті Геннадийдің осы соққыларын ауыр салмақтағы боксшылармен теңестіріп жататындар да бар. Өздеріңіз көрдіңіздер, Доминик Уайттың иығына тиген соққысынан Доминик Уайт айтады ғой, жерге жатып жатыр. Сонда қандай керемет соққыларды алған байқады. Шынына келгенде Доминик Уайттың осы кездесуге шыққаны туралы өкінген де сияқты мен байқадым. Көрсетілімнің бас демеушісі Технодом компаниясы. Технодом бәріде сіздер үшін бокс трансляциясының титулды демеушісі. Jaguar брендінің Астанадағы Terra Motors және Алматыдағы Caspian Motors өкілдері. Сонымен Геннадий Головкин еш қиындықсыз жеңіске жетті. Тіпті қатардағы жекпе-жектердің бірі жаттығу іспеттес болды деп айтсақ та қателеспейтін шығармыз. Ермаханаға бірақ жанкүйерлер көпшілік күткендей жекпе-жек болмады ғой дейміз. Олардың бәрі 5-ші тарап кеткен. Сонымен құрметті көрермендер, ұлттық арна Геннадий Головкиннің кәсіпқой рингтегі 35-ші жекпе-жегі. Шындығын айту керек, Ермахан ағаның сөзіне толықтай қосыламыз. Бұл жекпе-жектің мұндай ұзаққа созылмайтындығы басында болжанған ғой, бірақ та 5-ші раундты күткендердің қазіргі көңіл-күйі қандай екендігін жақсы түсінеміз. Бірақ та біз үшін, Қазақстан үшін маңыздысы бұл Геннадийдің кезекті жекпе-жегі. Геннадий Головкин қарнатының тумасы, Қазақстанның ғана емес, әлемнің маңдайалды былғары болған шебері өзінің чемпиондық атағын, әртүрлі дәрежедегі чемпиондық атағын оннан аса қорғауға мүмкіндік алып отыр. Көрсетілімнің бас демеушісі Технодом компаниясы. Технодом бәрі де сіздер үшін бокс трансляциясының титулды демеушісі Jaguar брендінің Астанадағы Terra Motors және Алматыдағы Caspian. Сұхбатына құлақ түрейік. Thank you very much. Thank you very much, my friend. Thank you. And Kazakhstan, of course. Rahmet sizge. I feel great, Max. Thanks my team. Thanks my people. This big. Әрине, Геннадий Головкин Доминик Уайтқа қарсы өткізілген жекпе-жекке, бұған дейін өткізілген жекпе-жектер секілді өте тыңғылықты дайындалды, мұны жақсы білеміз. Және Геннадий өзінің түрікке тер атқарған жұмысының текке кетпегеніне дән риза. Геннадий Головкин тек қана осы форум аренада ғана емес, мысалға туған елінде де, сондай әлемнің басқа да елдеріндегі өз жанкүйерлерінің керемет қолдау көрсеткеніне дән риза. Және алдағы уақытта Геннадий кәсіпқой бокста қанша қалса, соншалық уақыт сол жанкүйерлердің сенімін ақтай беруге тырыспақ. Ал Доминик Уайтке келетін болсақ,
Расын айту керек, бұл америкалық жас жігіт 26 жастағы Геннадий Головкиннің үмітін ақтамадан, сондай You know, I feel as a person. керемет тартысты жекпе-жек көруге үміттенген біздің де жанкүйерлердің көңіл күйін түсінеміз. Бірақ бұл спорт әрі бокс біздің бүгінгі эфирдегі әріптестеріміз Серік және Ермахан ағамыз айтпақшы, бокс деген бұл классикалық өнер, сол себептен бұл жерде кездейсоқ нәрсе және болмайды. Today I give chance, maybe 1% chance for next fighter. Just this is possible. Just I'm stay here. Do you have anything you want to say to Canelo Alvarez, who has a fight with Amir Khan coming up in a couple of weeks? It doesn't matter who wins. Just give me my belt. Hey, I need my belt. I'm ready. I'm ready, guys. Thank you, Gennady. We'll see you again real soon. Jim? Hi, that's Max Kellerman from HBO. I'm Dave Bontempo. Сонымен құрметті көрермендер, Геннадий Головкинді бұл жеңісімен құттықтаймыз. Және Ермахан аға, шыны керек, осы жекпе-жекте Доминик Уэйттің не үшін шыққаны да белгісіз болып қалған сияқты. Енді осы жекпе-жекті қорытындылап өтсеңіз. Жекпе-жекті қорытындылай келетін болса, өздеріңіз көрдіңіздер, Доминик Уайт Геннадий Головкиннің ауыр соққыларына еш төтеп бере алмады. Ол айтын ғой, даже жағына жіберген удар емес, иығына тиген удардан құлай салды. Неге десеңіз, сол удар егер менің басыма немесе жағыма тиетін болса, қандай жағдайда болатын екенін түсінген сияқты. Доминик Уайт ешқандай қарсылық көрсетпей, Геннадий Головкин өзінің әлем чемпионы екендігін тағы бір дәлелдеді. 35-ші кездесуін өткізіп, 35-ші жеңісіне жетіп, оның 32-ші нокауты тіркелді.